Сәлем бәріне. Бүгінгі сабақ бізде үлкен кісілерге арналған сабақ. Ол жастары 40-тан жоғары, 40, 50, 55, 60-қа дейінгі жастар, кейде 70-ке дейін кетеді. Негізі солай. Қалай танысу керек осы кісілерге, 40-тан 70-ке дейінгі кісілерге, үлкен кісілерге? Бұл жақта даладан танысу болмайды. Өйткені даладан танысу ол деген жас жігіттерге арналған, 35-36-ға дейінгі жігіттерге арналған танысу. Ол бізде жас балалар далада танысуға болады, жарасады оларға. Ал егер үлкен кісі болса, онда қалай танысу керек? Біріншіден, бізде қазір интернет дамыған, интернетке кіреміз. Сол жерде сайттар бар бізде. Сайттар. Бізде бірнеше сайттар бар, ол Друг вокруг көп тараған. Сосын Баду, сосын ВКонтактедегі. Бірақ ВКонтактеде үлкен кісілер отырады, үлкен емес, жас жігіттер отырады, үлкен кісілер аз. Сондықтан үлкен кісілерге екі сайт дұрыс, ол Друг вокруг және де Баду сайты. Ең алғашқы ашу барысында ол жаққа тек қана нөмірлерімізді тіркейміз да, регистрация жасаймыз. Ал жүктеу мәселесі Play Market арқылы жазып аламыз. Play Market'тан Друг вокруг десек шығады, Баду десек шығады. Көбінесе Друг вокругта отырған дұрыс. Ол жақта үлкен кісілер көп отырады, тез танысады, және қалаған адаммен таныса бересіңдер. Бастысы біріншіден жақсы сурет қою, костюммен түсу керек та, 40 пен 70 жасар аралығында. Анкетаны жақсылап толтыру керек. Ең басты анкетаға көп қарайды, суретке көп қарайды. Және түрлеріңіз ухоженный болу керек, негізі. Тағы не айтамын, аса қиындығы жоқ танысқан. 40-та болсаңыз да 30-тан жоғары іздейсіздер, 50-де болсаңыз 40-тан жоғары 10 жас қой, 10-12 жас сондай аралықта егер қаласаңыздар. Сөйтіп интернетпен танысасыңдар, барып кездесіп, сөйлесіп деген сияқты бір телефондарын береді, телефондарын аласыңдар. Көп деген сайттар бар үлкен кісілерге. Қазір мен сіздерге Друг вокругтың қалай жүктеуін толығырақ айтып беремін. Видеоны жалғастырамыз. Қазір біз негізі Друг вокругқа жетеміз. Оны біз үлкен кісілерге көрсеткім келеді. Мысалы, Друг вокруг андай болады. Друг вокруг дейміз, установить. Мен Wi-Fi-ді қосай. Wi-Fi мен тез качать етіледі. Міне бізде Wi-Fi қосылды. Қазір загрузка бізде 56 мегабайт дейді. Қазір біз кішкене күтеміз. Кішкене күткеннен жүктелгеннен бәрі тез болады. Қазір бізде кішкене жүктеу завис етіп қалдық. Wi-Fi-ді өшірейік. Бұлаяқ качать етіп көреміз. Телефон арқылы, телефонда да мегабайт бар. Қазір қайта жүктейік. Қазір қайта жүктегеннен онда бәрі дұрыс кетеді. Қазір Друг вокруг орнату, осылай Друг вокругты орнатамыз. Ішінде қалаған адамдар бар. Міне суреттерін көрсек болады. Суреттерінде осы Алматы деп адамдарды іздей береміз.
көптеген әйелдер отырады, жауап береді. Қазір мен сізге толық рет көрсетпеген. Қазір бізде загрузка жүріп келсін. Паузаға қоя тұрайын. Біз друг вокругқа жеттік плеймаркеттен. Бұл жақта бізде друг вокруг орнатылды. Друг вокругқа кіреміз. Кіргеннен кейін осындай регистрациялар өте бастайды. Тіркелеміз, атты қоямыз, бәрін қоямыз, сосын барып осылай келеді SMS. Сосын осы жаққа суреттер қоямыз, мыжып басып суреттер қоямыз, бәрін көреміз. Сосын оң жағында поиск деп тұрады, поиск. Поиска мысалы Алматыдан іздейміз, Алматы керек болса, выберите свой город дейді. Міне Алматы. Үстін басамыз, анау нені. Үстінде значокты мұжамыз. Сол значокта біз қалаған нені таңдасақ болады. Мысалы бізге не керек? Отношение, мысалы. Активный поиске, немесе ажырасқан болса разведена керек па, активный поиске мұжамыз. Жастар үлкен кісілерге болса, мысалы 37-тен или 36-дан 44 мысалы поиск дейміз. Міне бізде қағаздар шығарып береді. Қалаған адамға жазамыз. Мысалы кім бізге мысалы осы қызға жазайық. Мысалы привет дейміз, сәлем немесе осылай жазамыз. Сол кезде бізге жауап береді. Сосын номерін сұраймыз, сөйтіп танысамыз. Бұл үлкен кісілерге толып тұрған сайт. Негізі бұл жақта отырған емес, нені қараймыз. Іздеген кезде только онлайнды мұжамыз. Сол кезде бізге талай адамдар шығып береді. Қазіргі отырған мысалы сүйіп-сүйкімді қыздар көп отырады. Осылай бәрін көріп береміз. Осылай сәлем, сонымен болды. Сосын жауап береді, жауап бергеннен сөйлесіп кетеміз. Осылай танысамыз. Солай танысамыз. Мен қалай качать ететінмен, қалай кіруді көрсеттім друг вокругқа. Үлкен кісілерге сол жерде танысу өте оңай болады. Бірақ та жақсы суреттерін қойыңдар, анкетаны жақсылап толтырыңдар. Сол кезде бәрі жақсы болады. Жақсылықта кездесейік.